Сіздермен бірге Бейсенбаева Гүлім. Біз бүгін өте керемет дайындалатын блинныдан торт әзірлейміз. Өте керемет, өте нәзік торт. Істеп көріңіздер, өкінбейсіздер. Ең бірінші бізге қажет заттар: жұмыртқа, май, қант және сүт. Сүттің температурасы маңызды емес. Және де мен електен өткізіп, ұнды, какаоны және қопсытқышты бірден салып дайындап алдым. Біз ең бірінші жұмыртқамызды жақсылап жарып, ыдысымызға саламыз. Және оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ыдысымыз құрғақ болғаны жақсы болады. Егер сіздерде миксер болмаса, мен сияқты венчикпен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне сүт құямыз. Жаңа айтып өткендей, сүттің температурасы маңызды емес. Бұл торттың ерекшелігі өте керемет, не екен білмеймін. Дәмі ерекше, өте дәмді шығады. Істеп көруге кеңес беремін. Істеп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Барлығының аузының суы құрып жейтін болады. Мінеки бәрін болғаннан кейін бәрін өткізіп қойған ұнымды, какаомды және қопсытқышымызды саламыз. Бөліп салу қажет. Сол уақытта ол көтеріліп пісетін болады. Білесіздер ме, блинчик неге аралары тесік-тесік болып шығады? Осы жақсы араласқаннан олар әдемі болып шығатын болады. Жақсылап араластырамыз. Араларында қалып қоймауы қажет. Мінеки өздеріңіз көргенде жақсы араласты. Енді осының үстіне өзіміздің дайындап қойған майымызды құямыз. Барлық ингредиенттер астында описаниеде жазылып тұрады. Барлығының граммы, барлығы жазылып тұрады. Енді жақсылап араластырамыз. Май құйсаңыздар, сіздің табақларыңызға блинчик жабыспайтын болады. Мінеки табағымызды қыздырамыз жақсылап. Қатты қызып тұру қажет. Осылай құйып, жақсылап араластырып, блинны пісіріп аламыз. Бұл блинныдың ерекшелігі басқа күнделікті пісіретін блинныға қарағанда кішкене қалыңырақ болады. Бір минутқа жетпейтіндей уақыт ұстап тұрамыз да, жақсылап келесі жағына аударамыз. Келесі жағы 1 минутқа жетпейді, көп болса 6-7 секунд қана ұстаймыз. Өйткені екінші жағы да негізді пісіп дайынып тұрады. Просто оланы қызартып алу қажет. Мінеки көріп тұрғаныңыздай, осылай істеп алса болады. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мінеки блинларды осып жайып аламын. Өйткені тез суиды. Тез суығаны өзімізге жақсы. Крем әзірлеу бастаймыз. Менің кремім өте ерекше крем. Бұл кремнің дәмі деген басқаларға ұқсамайды, және де өте тиімді. Бұған сливкисіз істеуге болады. Варенка, білесіздер ме? Варенка. Соның любимый деген варенка бар. Сонымен 200 грамм. И потом сметана қоссақ өте керемет шығады. Істеп көруге кеңес беремін, өкінбейсіздер. Мінеки дайын креміміз. Енді оны астына бірінші тарелкаға жағып аламыз, чтобы біздің блинымыздың астыңғысында дәмі өте керемет болу үшін. Енді біздің кептіріп қойған, суытқан блинларымыздың әр қайсысын осылай алып, жақсылап тұрып жағып кремімізді жинаймыз.
өте керемет, дәмі ауызда ериді. Тез әрі сливкисіз дайындалатын торттардың бірі. Қараңыздаршы, өте керемет. Мен шыдамай жарты сағатқа қойып кесіп жеп тастадық. Өйткені бұның дәмі деген өте керемет болды. Қарап тұрғаныңыздай. Қараңыздаршы. Неткен керемет. Өте дәмді. Істеп жесеңіздер өкінбейсіздер. Өте оңай, тиімді, үйдегі бар ингредиенттен дайындалатын торт.